Кепкен қамырдан өте дәмді кешкі ас жасаймыз. Бұл тағамды сіздер жақта қалай атайды, видео астына жазып кетсеңіздер болады. Алдымен қамырын илейміз. Ыдысымызға су, тұз, бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырып, оның үстіне ұн қосып, қатты етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пакетикке салып, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта етімізді қуырамыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қызартып бір қуырып аламыз. Одан кейін пиязымызды салып бір араластырып, қақпағын жауып 10 минутқа тағы да қуырамыз. Келесі кезекте сәбіз қосамыз. Негізі сәбіз қоспай қойсаңыздар да болады. Қалауыңызша дәмдеуіштерін салып жақсылап араластырып, етіміз піскенге дейін баяу отта бұқтырып қоямыз. Қамырымызды дәл осы видеодағыдай орташа қалыңдықта жайып, теңдей 4 бөлікке бөлеміз, және де бөлінген қамырымызды қызып тұрған табаға салып, осылай екі жағын біркелкі етіп кептіріп аламыз. Кепкен қамырды теңдей 3 бөлікке бөліп, дәл видеодағыдай жұқалап, турап дайындап аламыз. Осы кесілген қамырдың үстіне міндетті түрде сұйық май құйып, бір араластырып жіберіңіздер. Сол кезде пісу барысында бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Енді қазанымызға аз ғана су құйып, осы кесілген қамырымызды салып жақсылап араластырып, баяу отта шамамен 10 минутқа қалдырамыз. Осымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Кешкі асты отбасыма әрине чемпион кения шайымен ұсынамын. Құрамында ешқандай бояу жоқ, 100% таза және де өте дәмді шай. Ас болсын.